Құрметті достар, бүгінгі сабақта біз СА блокаданы талдаймыз. СА блокада дегеніміз не? СА блокаданы талдамас бұрын біз жүректің өткізгіштік жүйесінің қалыпты жағдайда қалай жұмыс жасай керек екенін білуіміз керек. Ең бірінші бізде қалыпты жағдайда синаториалды түйін импульсті өткізеді, өткізгіштік жүйені білу керек. Синаториалды түйін ары қарай жүрекшелерді қозғайды алдымен, одан кейін атриовентрикулярлы түйінге барады. Атриовентрикулярлы түйіннің ес шоғыры, содан кейін кис аяқшаларына Пуркини талшықтары арқылы бізде жүрек систола, диастола ретінде қанды айдап қызмет жасайды. Енді бізде СА блокада дегеніміз не? Осы синаториалды түйінде бір проблема бар деген сөз ол. Осы кезде синаториалды түйін импульсті дұрыс өндірмей жатыр, немесе синаториалды түйін импульсті өндіреді, но ол жүрекшелерді қоздыра алмайды, шамасы жетпейді. Осы кезде екі варианты бар. Енді бұл дәрілік препарат әсер етуі мүмкін, және ол жаңағы миокард инфарктісі, жүректің некрозданған ишемиялық ауруынан кейін пайда болуы мүмкін. Және біз синаториалды блокаданың негізгі үш түрі бар. Синаториалды бірінші блокада, екінші блокада, СА3 толық блокада деп. Енді синаториалды түйіннің екінші түрлік блокадасында біз мобиц-1 және мобиц-2 деген түрлері бар. Енді бізде ол екігіда қалай көрінеді? СА2 мобиц-1. Ол бізде көрінеді, осындай қалыпты ритм басталады ғой. Енді осы кезде бізде нормально болып келе жатады, постепенно қысқарады. Екі ертісшелерінің арасы қысқарып келеді, одан кейін ұзын пауза болады. И осылай импульс тоқтап өтеді. Мына жерде кішкене жүрек шаршап қалады да, мына жерде жүріп кетті, осы кезде шаршап қалды. Енді ары қарай қайтадан осындай пауза болады. И сосын осындай біз қысқа нелерді көреміз, ертісшелердің аралықтарын көреміз. Енді бізде СА2 мобиц-2 ол қалай көрінеді? Ол бізде былай көрінеді. Ол атриовентрикулярлы блокаданың айырмашылығы, бізде АВ блокадада бұл жерде бізде ПЦ-шесі болған. Ол кезде проблема ол АВ блокадада болатын. Атриовентрикулярлы түйінде болатын. Ал бұл жерде бізде жүрекшеде, яғни синаториалды түйінде блокада болғандықтан, проблема болғандықтан импульс осылай келеді да, осындай бізде изолиния болып қалады. Асистолия болып қалады да кішкене. И осы кезде бізде екі ертісшелер, яғни екі QRS комплексі кіріп кетеді мына жерге. Мысалы P, Q, R, S, T. P, Q, R, S, T. Осында екеуі жоқ. И сосын АВ блокаданың айырмашылығы, ол кезде мына жерде P тішесі болмайды. Осындай бізде изолинияны көрсеңіздер, АВ блокада деп айта береміз. Және де бізде СА3 толық блокада, яғни синаториалды түйін вообще өндірмейді. Яғни СА2 мобиц-1 мен мобиц-2 нормально өндіреді, жүрек шаршап жұмыс істейді, қайтадан изолиния болып қалады. И сосын қайтадан демалып алады, ағай жалғастыра береді жұмысын. Ал енді СА3 толық блокадада бізде түгел асистолия болады. Екігіден осындай 30 секундтық демалыстарды көресіздер. И арасында демалыс шығып қояды. И осындай бұл өлім алды жағдай, яғни кардиостимулятор қояды. Яғни жүректі сырттан біз иннервациялайды.